Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, бір жасағаннан ақ әдемі болып шығатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін маған лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ал ендеше құймағымызды бастаймыз. Қоспамыздың бәрін қосып болсақ, жақсылап араластырып, құймағымызды пісіруге кірісеміз. Алдымен табамызды қыздырып, осылай бір тегіс етіп құймағымызды құйып шығамыз. Осылай міне пісіре береміз. Өте әдемі, жұмсақ, бір жасағаннан ақ әдемі шығатын менің құймағымның рецептімен сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен 20 штук блинчик шығады. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.